Құрметті тыңдарман, видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Лосан дүнген ертегісі. Ертеде бір кемпір мен шал екен. 3 баласы бар екен. Күндердің күні өткенде, 3 ұл ер жетіп, кәсіп іздеп, өнер үйренбекке шалғай жер, бөгде елдерге аттаныпты. Шаһардан шығысымен алдарындағы жол 3-ке айырылады. Ағайындылардың үлкені Лода оңға, ортаншысы Лоэр солға бұрылып, кішісі Лосан тура тартады. Қайыр қош айтысып тұрып, бауырлар өнер үйреніп, кәсіп меңгерген соң, осы арада жолығысып, үйге үшеуі бірге оралуға сөз байласады. Арада 2 жыл өтеді. Лода ағаш шеберінен, Лоэр ұстар дарқаннан оқып, кәсіп үйренеді. Ал Лосан шансыда ойнауға машықтанады. Шансы 3 шекті сазген тектес шертпелі аспап. Ағайынды 3 жігіт уағдалы жерде кездесіп, үйлеріне бірге қайтады. Үйге келген соң, шал әкелері кімнің не тоқып, не үйренгенін сұрайды. Үлкен ұл мен ортаншы ұлдың кәсіптеріне көңілі толады да, кенже ұлды қуып жібереді. Қаңғырған қайыршының ісін мұрат тұтқан екенсің, бетіңнен жарылқасын, дейді. Көзіне жас алқымына өксік тығылған Лосан шансысын асынып, басы ауған жаққа жүріп кетеді. Жүре-жүре мұнарлана шалқыған көк теңіздің жағасына жетеді. Бір тасқа жамбас басып, жан шақырады. Көңілі құлазып, біраз отырған соң, шансысын қолға алып, шерін тарқатпақ болып, әсерлі мұңға толы күй шерте бастайды. Мамырлап, жабайы өрік гүлдеді әуені төгіледі. Күмбірлеп, ен таудың сулары ағады. Кенет теңіз бетінде отау-отау толқын пайда болып, су қақ жарылады да, ақсақалды бір қарт кісі шыға келеді. Лосан сескеніп қалады. Мұны байқаған қарт: «Қорықпа, сенің күйлеріңді аждаһалар патшасы естіп, бек ұнатып, сарайына қонаққа шақырды. Үлкен қызын ұзатқалы той жасап жатыр еді», депті. Лосан: «Мен теңіздің түбіне қалай түспекпін?» деп сұрайды. Қарт айтыпты: «Менің арқама отыр да, суға кірісімен көзіңді жұм. Аш дегенде бір-ақ ашасың», депті. Лосан келіскен соң, қарт оны арқалап, суға сүңгіп кетеді. Лосан көзін жұма қояды. Сәлден кейін қарт: «Аш көзіңді», дейді. Лосан көзін ашса, саф хрустальдан құйылған су асты сарайында тұр екен. Аждаһалар патшасы Лосанды дастархан басына шақырып, қошеметтеп күтеді. Ас ішіліп біткен соң, Лосаннан шансы ойнауды өтінеді. Содан Лосан 40 күн, 40 түн бойы түйдектетіп күй ақтарады. Патшаның қонақтары мың құбылған күй тасқыны жадылап алғандай, дәмдерін іштеріне тартып, тілсіз тынып тыңдайды. Лосан күйін тамамдағанда патша: «Не тілесең, соны беремін», депті. Сол кезде баяғы өзін ертіп келген ақсақалды қарт Лосанға: «Қабырғада ілулі тұрған қауақ асқабақты сұра», деп сыбыр етеді. Қауақ асқабақты бұзбай жармай ішіндегісін үңгіп алып тастау арқылы жасалатын ыдыс. Лосан қарттың кеңесіне құлақ асып,
Қауа қасқабақты сұрайды. Оның бұйымтайын естіген патша тұнжырап, үнсіз отырып қалады. Ойлап ақыры орнынан көтеріліп, қауа қасқабақты ілулі жерінен алып, Лосанға ұстатады. Лосан алғысын жаудырып, ақсақалдың арқасына жабысып, теңіз жағасына жетіп келеді. Қарт бір ауыз сөз айтпастан кері бұрылып, теңізге шым батып ғайып болады. Лосан орманға бет алады. Бірсыпыра жүрген соң шаршап, жантаяды да ұйықтап кетеді. Оянса, алдында тәтті дәмді қасқан дастархан жаюлы тұр. Таңырқаған Лосанның тілі байланып қала жаздапты. Содан соң ішіп-жеп, тыңқия тойып, қауа қасқабақты қолтығына қысып, шандысысын арқасына асып, жолға шығыпты. Аз кем жүрген соң шалғынды бір жерге жатып, жуырта шаршаған боп, ұйықтағансып көзін жұмады. Ақырын сығалап қараса, қауа қасқабақтан сұлулығына суреттеп сөз жетпейтін бір перизат шығып, ас дайындау қамына кірісіпті. Бәрін әзірлеп дастарханға қойған соң, қауа қасқабақты қайта кірмекке ұмтыла бергені сол еді, Лосан қарғып тұрып, шап беріп ұстап алады. Қыз назарын төмен салып, қимылсыз тұрып қалады. Лосан сұрапты: «Сен кімсің?» депті. Сұлу аждахалар патшасының 3-ші қызы екенін баян етеді. Мұны білген Лосан үйленбеген бойдақ екендігін айтып, қыздың өзіне тұрмысқа шығуын өтінеді. Сонда қыз айтыпты: «Мен онсыз да сенің жарыңмын. Әйтпесе патша әкем саған қауа қасқабақты бермес еді» депті. Осы арада Лосан өзінің не күйі, не үйі жоқ кеді екендігі есіне түсіп, қатты қамығады. Алайда қыз басаман болса, бәрі табылатындығын, әлі еңселі үйлері, қора толы малдары, қамба толы астықтары болатындығын айтып, Лосанның көңілін жұбатады. Сол түні жас жұбайлар ашық аспан астында ұйықтайды. Ертесіне Лосан оянып, маңайына көз салғанда, сәулетті бір сарайды көреді. Сарай сыртындағы шүйгінде табын-табын сиырмен отар-отар қой жайылып жүр. Шуылдаған қаз үйректе қисап жоқ. Айдыны жарқырап тоған жатыр, астығы симай қамба тұр. Лосан өңі түсі екенін айыра алмай, өз көзіне өз сенбей аңтарылады. Сол мәуретте сарайдан Лосанның келіншегі шығып, «Осының бәрі сенікі» дейді. Лосан сұлумен бірге салтанаты тасыған сарайға кіреді. Арада бір шама уақыт өткен соң, Лосан әкесі мен ағаларын қонаққа шақырады. Екі ағасы қолынан шансы тыңқылдатудан басқа түк келмейтін кенже бауырларының қонақ күтер жағдайы бар екеніне сенбепті. Бірақ ғажайып сарай мен қисапсыз дүниені көріп, естері кете таң қалыпты. Ал алдарынан Лосанның айдай ару әйелі шыққанда, қызғаныштан іштері күйіп, жарылуға шақ қалады. Бір амалын тауып, Лосанның көзін жоюға серттеседі. Үлкен ағасы сәнді сарай мен байлықты еленбек болады. Ортанша ағасының көңілі сұлу келіншекке құлайды. Тек сұлу келіншек бұл екі қара ниет күншілдің ойын сезіп қойған екен. Күйеуіне ағалары не айтса да екетпей орындай беруге кеңес береді. Екі ағасы болса, Лосаннан тайқазанға толтырып су қайнатуды сұрайды. Су әбден қайнаған кезде Лосанды алдап шақырып алып, қазанға итеріп жібермек болады. Сонда патша қызы дұға оқыпты да,
қазандағы су кемерінен аса тасып, алақандарын ысқылап, қазан қасында тұрған екеудің үстіне құйылыпты. Екеуі тірідей пісіп, тіл тартпай кеткен көрінеді. Осылайша зұлым ағалары Лосанға қазған орларына өздері құлайды. Ал Лосан болса, аяулы жарымен бірге сәнді сарайдан салтанат құрып, бақытты өмір сүріпті.